Бүгін мен сіздерге Наурыз мерекесіне орай бауырсақ пісіруді үйретемін. Оларға келетін тағамдар: сүт, ұн, сосын қант, ашытқыш және де тұз. Бірінші рет біз саламыз тұзды, одан кейін қантты саламыз, одан кейін ашытқыны және де сүт. Оларды сосын біз араластырамыз. Қамырымызды елеп бүктік. Енді оны 45-40 минутқа қоямыз. 45 минут өтті. Нанымызды жайып елейміз қазір. Енді оқтаумен осылай істейміз. Так болды. Тестамызды істеп біттік. Енді 4 бұрышқа ағып кесеміз. Бауырсағымыз қазір кесіміз. Бауырсағым дайын. Астарыңыз тәтті болсын, ұлыс оң болсын.